Хамраев атындағы орта мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Жас маман Тұтқабеков Дәурен Нұрсұлтанұлы. Ақырын жүріп, анықпас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық қылған жалықпас, үйретуден балаға. Абай Құнанбайұлы. Эссе: менің жүрегімнің мектебі. Мектепті екінші үй десек, ұстазды анамыз дейміз. Ұстаз бола білу екінің бірінің қолынан келе бермейді. Алыптың да, дананың да ұстазы болған. Мұғалім өзінің білімділігімен, жүріс-тұрысымен, жайдары мінезімен, тіпті сырт пішіні, киген киімімен де оқушысына жақсы мағынада қатты әсер етеді. Деп Мәлік Ғабдуллин айтқандай, мектеп қабырғасында жүрген кезде алғашқы білім берген ұстазыма еліктеп, өмірлік мамандығымды таңдадым. Алдында көздері жәудіреп отырған бүлдіршіндерді білімге деген құштарлығын арттырып, қолдарына ең алғаш қалам ұстатып, білім атты шексіз теңіз саяхатына алып шығуды армандадым. Осы арман құсы жетелеп мұғалім мамандығына ие болдым. Ең алғашқы мектеп жолымда ерекше қадаммен бастадым. 100 жылдық тарихы бар қасиетті білім ордасы Хамраев атындағы орта мектепте ең алғаш, тұңғыш рет бірінші А сыныбы қазақ сыныбына білім беру мәртебесіне ие болдым. Мұғалім қандай болса, мектебі де сондай болмақ деп Ахмет Байтұрсынұлы айтып кеткен. Мектепке алғашқы келген күннен бастап, мектеп ұжымы, мектеп әкімшілігі жылы қабақпен қарсы алды. Көңілімдегі қорқыныш күдігім сейіліп, қызметіме деген құштарлығыма арта түсті. Тұңғыш қазақ сыныбын ашу оңайға түскен жоқ. Дегенімен, маған сеніп тапсырған шәкірттеріммен сауатты, саналы, өмірге бейімді, жеке тұлға тәрбиелеп шығуды алдыма мақсат етіп қойдым. Өйткені, өзіме сеніп тапсырған міндетті абыроймен атқарып, өзге сыныптардың ашылуына себеп болатынымды түсіндім. Абай атамыз айтқандай, ұстазсыз шәкірт тұл, шәкіртсіз ұстаз тұл деп адам баласының кісі болып қалыптасуымен көбінесе ұстазға байланысты деп ерекше атап өткен. Бүгінгі таңда бізге, мұғалімдерге ең қасиетті нәрсе заман талабына сай лайықты жаңа адам қалыптастыру. Тәрбиелеп өсіру. Сондықтан жаңартылған бағдарламаны түсініп, әр сабағымды нәтижелі өтуіме тәжірибелі ұстаздар көмек беріп, бағыт-бағдар көрсетті. Әр кеңесті, ұсынысты мұқият тыңдап, көкейіме құйып отырдым. Келесі күнгі сабағыма ыждахатпен дайындалдым. Ұстаздық жолдың оңай емес екенін түсіндім. Менің арманым білім беріп отырған шәкірттерімнің үздік оқып, биіктен көрінуі. Мақсатым осы қасиетті білім ордасында саналы, сапалы, тәрбиелі ұрпақ тәрбиелеп шығаратын тәжірибелі ұстазға айналу. Мен осы мақсатыма жету жолында бар күш-жігерімді жұмсап, аянбай еңбек етіп, өзімнің көздеген мұратымның жұлдызы болатындығыма сенімдімін. Кім боласың? Қандай өмір сүресің, ол өзіңнің үлесің. Бүкіл өмір, бүкіл дүние бар жалған, жадыңда ұста жаратылған арманнан. Өміріңнің аяғы жоқ, басы жоқ, өлген артық, армансыз боп қалғаннан деп Мұқағали Мақатаев айтқандай, өз арманым, мақсатыма міндетті түрде жетемін.